саламатсыз ба? Менің документтарым июльдан баштап бүтіп не бұл жақта? Үшінші документтер бүтіп не бұл? Нол мен ертемен бері жүрем, Құдайберді Қожабекович. Бұл жақта бүт делолар бүтіп жатыр. Ешкімсі жоқ еле. Мен ертеменен жүрем. Бұл жақта 2-3 ағай келіп, мыналар келіп бүтіріп жатыр. Мен бұлардың документті алған жоқпын ғой. Мыналарды қарап қойың. Мынаны қарап қойың. Бұл не? Мен ертеменен мына saat 9'dan beri жүрем. Bir delonu бүтіріп жатыр. Сен 9'dan бері маған келдің. Сен алды келдің ғой. Дегенде 1 saat болды. Бұлардың делосы ешкіміз жоқ, студенттер жоқ. Ешкіміз жоқ. Жөнінде келіп. Студенттер шет кетті ғой. Қаяқта Сен менен кейін келдің ғой. Бұлар келіп бүтіріп жатыр. Менен кейін келдің ғой сен. Бұлар учебный план тексеріп жатыр. Сен билік тексерші. Сіз Алмазбек Шаналиев, Құдайберді Қожабекович, сіздер басқарып жатқан білім беру тармағы, сіз басқарып жатқан университет бүгін үшін қызылдай ақша, қызылдай пара. Қызылдай ақша бұл за квитанцию. Мен бұл ақшаны мен алған жоқпын. За квитанцию барып келішеді. Сіз жаңағы 500 сомды берді ме? Қайшы 500 сомды? 500 сом беріп, мынау шай ішіп қойың деп мен көрдім ғой. Мен шай ішпеймін дедім ғой, барап кел дедім ғой, мына көрдім ғой әже мен. Сен көрдің 500 сом. Сіз неге мен ертемен мен документтерім бүтіп қойды. Мен азыр ректордың жардамшысына айтсам, андайлы тоғыт болғанын не қылғанын білбеймін. Бар, гимназияда жетті. Мен ертемен тұрам өшіп документтен көрем өшіп. Қысқасы бүт делалар ұшындай. Ақшаң өшіп өтеді, ошымды ақшаң жоқ. Ақшаң жоқ, ешкімнің ақшасын алғаным жоқ мен. Не? За прием документов 270 сомнан төлешеді. Ошон ішінен салып қойып кетші. Не? За прием документов 270 сом төлешеді. Ошон мен арзеннен квитанция бұларға... Квитанцияға барбайыз отышпай, болып тұр барбасам, әпкеп төлеп қойым мен де отам ғой бұлар. 270 сом төлеш керек пе? 270 сом төлеш керек. Бұл жерде қанша сом тұрады? 300 сом тұрады? 300 сом тұрады. 300 сом тұрады? Сіздер әрбір студенттен 30 сом алғаны қаншалық болсыңар? Барынан апарып сен төлеп, ошол 300 сомды алып кетерші маған квитанциясын. Бар алып кетші, кап. Мен бұны бар болғанда алып келіп отпай. Сен ертемен маған келген жоқсың ғой. Сен мен сен нені топ тепкенде нені жөнөттім? Мен сені қайқа жөнөттім? Мен сені қайқа жөнөттім? Ушинтип делоңо акча кыстар киргизбей кирбесең. Сен доқшыланған жоқпын. Сен неге жөнөттің? Сен қаншаға келдің? Мына 270 сомды. Мына 400 сом болды. Делоның ішінен шықты. Делоның ішінен шыққан жоқ. Байдан бері жоқ. Сіз неге әрбір студенттен 30 сом жейсіз? Неге әрбір студенттің үстіне 30 сом жейсіз? Мен әрбір студенттің үстінен не? Сіз айтпайсыз бұнда бар банкка салып квитанциясын алып кел деп маған. Барып айтсам не қылайын мен? Анда сіз алба қойың еже. Сенен сұрап сіз менен сұрап, сіз сенен сұраш сіз ошмуда иштейсіз, мыйзамды неме кыласыз? Түздү алышыңыз керек. Мен ертемен жүрөм. Мамнан колтуруп Мамнан карап. Жок, эжеке мен сизди сыйлайм. Бирок эжеке мен сарттан бери жүрөм. Сарттан бери менде жүргөн жоксуң го. Мага келген жоксуң го сарттан бери. Мага келгенде 1 саат болду. 2 сааттан бери турам эже. Ой, бочут менен кирип болуптур деп атам го, укам. Мен болуптур деп атам го, болуптур дебесем майлы. Жок, мыналарыңыз Жоқ, мыналар неге квитанция алып келген жоқ анда? Мыналар неге квитанция алып келген жоқ? Мен шашырыш кетіп отам да квитанциясын албады ғой. Мыналар неге квитанция? Сіз ошмуда 35 мың студент бар. Әрбірінің үстінен 30 сомдан жегенде 30 сомның үстіне қанша? Мен миллионер өсетіппін да онда. Жақшына болды. Жақшына болды. Жоқ, мен аншалық барбаймын сен, мен сарттан бері күттіріп отырмын. Сарттан бері сен мені күткен жоқсың, ондай тоқшыланба. Қана сарттан бері күткенің маған. Бар, баян билетін копиясы бар ғой. Мамнан қарба. Жоқ, жеке, мен айттым осы, мен күтіп көрем. Мен сарттан бері жүрем, жеке. Сарттан бері сен мен алдында жүргенің Қайқа жөнөттім мен сені, қайқа жөнөттім. Мен сені қайқа жөнөттім. Ежеке, ана мол жерде еже ғана. Қайқа жөнөтті ол. Мен күтем, менен мұрын келгендер, менен кейін келгендер күтіп, қарасаң алардың ішінде конверт бар. Қайқа жөнөттім, оша конвертті мені алу алып, оларды алып қалып, сені мен қайқа жөнөттім, айтшы, қайқа жөнөттім мен сені. Сіз мұнауыз, мен сені қайқа жөнөттім, неге мен ішін бұл бұд? Сен қайқа жөнөткенім айт. Мұнауыз мизамсыз ба? Сен мені қайқа жөнөткенім айт. Мені мол жердегі ежер жөнөтті. Мен не деп жөнөтті ол ежер, қайқа жөнөтті? Бар, тегілерің әпке бұл бардығын тегілерің нең ап кел дедім, нең ап келді, мына бар документтерің несін ап кел деді, айтшы, мына бар документің бар екен, дағы нең ап кел деді. Жоқ, ежеке, мен неге анам не мен сат? Жоқ, нең алып кел деді, мына алып кел деді, ұшын айтып отам, нең алып кел деді, ұшыны маған көрсетші. А бұл жақта сен истеричка скандалист болып таза емеу. Коробка дело бұл қашандан бергі делолар. 3 сағаттан бері нені күтіп мен дағы мынаны алып келгенде сен мені қара. Не документің күтпеді? Сен маған сұрауыма жауап берші. Не документің күтпеді? Документің жүрді. Не қыласың айылдарға тыңайлып сыйлап қой. Документі жоқ. Документің сен өзің тұрасың жақсы. Бөсі оқу айдылы ғой. Коррупциялық мені қара. Ол не документің күтпегенің айтшы маған. Далили жоқ андай. Жөнінде үстіне басып. Андай далили жоқ.
Ноулар не далил емеспін, ноулар далил емеспін. Ар бірінде далили ушул. Силер неге мындай мыйзамсыз акча алып атасыңар анда? Мыйзамсыз акчаны алып Каерде ушинтип делонун ичинде 400 500 салып 300 салып. Эже сиздин колуңузга 500 сом бердиби азыр? Мен алган койдум. Мынаны алгам, мына балага бердим. Кудай турат. Мен алдым койдум. Мен азыр ректордун мен ушул оштон уят кылбайын деп ректордун жардамчысын айттым. Ал деле эч нерсе кылган жок. Оптур дедим. Кана ол деле эч нерсе кылган жок. Кана ошо мен сени Мына не эми? жөнөттүм. Мына айткачы бул. Sen özgürme cevap verme. Мен эмнеге жооп берем? Sen özgür diyaloğa çıkar. Zaten bunu Мен делом эмес. Мынау сенің документің? Мен документим ушул. Кел, досым, кел. Мені қара. Жок, бул менен кийин да, мен эми келдим. Жок, мен сары келгем. Сар келсең мага келдиңби сар? Сар мага келдиңби сен? Сар мага келдиң. Менен кийин жанагы кана баягы ороңго неже чыгып кетти, баягы. Кайсы ороңго неже? Ол неден чемне план текшерип чыгып Аларды кетти го? бүт баары чыгып кетти. Бет кара кыз неде турду эле го, очуп менен карап атам дедим го. bu başka Мен даже сен экенин билбеппин азыр. Сен еркек екенсің ғой, аялдарға теңелбейлі. Ой, досым, кел. Лучше бұл еркекше. Кел, досым, бүйтті сауыр бол. Ушундай болуп атат. Эми буга Билим берүү министрлиги, тиешелүү органдар кандай чара көрүп, ушул жердеги кызматкерлерге кандай чара көрүлүшү керек. Мунун ушундай конверттерге ушундай акча салганга кандай мыйзамдуу, кандай мыйзамсыз мындай көңүл бурасыздар деп ойлойм. Кайсы жерде мыйзамсыз